Барлығына сәлем достар, бүгін сіздермен пахлаваның рецептісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен ыдысымызға ұнымызды саламыз, үстінен жаңағы бөлме температурасындағы осылай майымызды кішкене бөлшектерге турап барлығын біркелкі араластырамыз қолмен. Одан соң бір шай қасық разрыхителімізді қосамыз, үстіне жұмыртқаның 2 сарыуызын қосып, жұмыртқаның сарыуызын осы видеодағындай етіп бөлсеңіздер оңайырақ болады. Енді үстіне қаймағымызды қосып аламыз. Қаймағымызды салып болғаннан соң барлығын біркелкі етіп араластырып, жұмсақ қамыр жасаймыз. Енді қамырымызды пакетке саламды, осылай 4 бұрышты етіп, жарты сағатқа холодильникке қойып қоямын. Енді салмасына кірісеміз. Осылай жаңғақты мен блендермен үгіттеп аламын. Ыдысымызға жаңғағымызды саламыз. Бұл біздің салмамыз, оны бөлек алып қоямыз. Енді біз меренгемізді жасаймыз, яғни жаңғақтың үстіне жағатын меренгеміз. Жұмыртқамыздың 2 ағуызын саламыз, одан соң үстіне қант қосып, миксермен осындай видеодағындай етіп 10-15 минуттай меренгі болғанша айналдырасыздар. Біздің меренгіміз шығу үшін ыдысымыз құрғақ әрі таза болу керек, сонда біздің меренгеміз жақсы шығады. Міне видеодағында көрсетілгендей осылай болу керек. Енді қамырымызды холодильниктен алып, осылай видеода көрсетілгендей етіп, домалақ шығарамыз. Және де осы қамырымызды 3 бөлікке бөлеміз, яғни біздің пахлавамыз 3 бөліктен болады. Енді қамырымызды жаямыз. Мен осылай кукурузный крахмал қосамын. Қамыр жаятын кезде сол кезде нандарына жабыспайтын болады. Осылай жұқа етіп бірінші слойын жайып аламыз. Үстіне орехымызды қосамыз. Осылай біркелкі етіп видеодағындай қоссаңыздар болады. Енді осы орехтің үстіне біздің меренгемізді біркелкі етіп жағамыз. Енді екінші слойын қамырын осылай үстінен жайып, дәл бірінші этапта көрсетілгендей етіп, үстіне орех қосып, оның үстіне меренгемізді жағып шығамыз. Біздің пахлавамыз 3 слойдан тұрады. 2 слой ол бізде жаңғақ, 3-ші слой ол бізде беті болып табылады. Енді ыдысымызға, сарыуызға 1 ас қасық сүтімізді қосып, пахлавамыздың бетін осылай жағып шығамыз. Енді духовкаға салмастан бұрын пышақпен осылай формасын ромб тәрізді етіп кесіп аламыз. Кесілген әр бөлікшенің үстіне жаңғағымызды салып шығамыз, және де 180 градуста пахлавамыз қызарғанша пісіріп аламыз. Енді пахлавамызды пештен алып шығамыз, үстіне осылай ерітілген балымызды осылай құйып, жағып шығамыз. Содан соң тағы да 5 минутке духовкаға қойып қоямыз.
Мінекей достар, біздің пахлавамыз дайын болды. Өте жұмсақ әрі дәмді болып шықты. Сіздерге де осы менің рецептімен жасап көруге кеңес беремін. Сондай-ақ сіздерге ұнаса, менің видеомның астына комментарий жазып, лайк басып кетсеңіздер болады. Рахмет сіздерге.